Алдымен сарымсақты ұсақтап тазалап аламыз. Оны бірнеше минут суға салып қойсаңыз, қабығы оңай ашылады. Сарымсақтың негізгі әсер етуші заты аллицин. Ол қан тамырларының қабырғасын босаңсытып, қан айналымын жақсартады. Кейін лимонды суға салып жуамыз, өйткені біз лимонды қабығымен қолданамыз. Лимон қабығында өте көп антиоксиданттар бар. Қабығын жақсылап тазалау үшін суға аздап ас содасын қосуға болады. Мен көбіне химиялық өңдеуден өтпеген органикалық лимон аламын. Лимон сарымсақтың өткір иісін жұмсартып, қоспаның дәмін де жақсартады. Лимонды жұқа тілімдеп турап аламыз. Үшінші маңызды ингредиент имбир. Имбирдің тамырын ашып бірнеше тілімдеп аламыз. Оның ең басты пайдалы заты гингерол. Гингерол май алмасуына әсер етеді, қан тамырларын кеңейтеді және қанды тазартады. Имбир ашылу